Қайырлы күн, менің құрметті көрермендерім, мені арнама қош келдіңіздер. Достар, бүгін біз өте дәмді салат, фунчуза салатын дайындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең бірінші дәл осылай фунчуза лапшаларын қайнаған суға 7-8 минут бұқтырып қоятын боламыз. 7-8 минут көлемінде біздің фунчузаларымыз пісіп дайын болады. Оны салқын суға 1-2 рет шайып аласыздар. Қызып тұрған майға ұзыншалап турап алған етімізді қуырамыз. Ет піскенше қуырылуы қажет. Достар, сондай-ақ мені арнамда көптеген мастер-класстан алынған рецепттер бар. Каналымды жіберіп алмай тіркеліп қоюды, лайк басуды, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді каналымда күтемін. Етпен бірге пиязды да қосып қуырамыз. Одан соң аздап тұз саламыз. Егерде етіңіз жабысып жатса, қуырылып жатқан кезде, онда аздап су құйсаңыздар болады. Ет піскенше көкөністерді турап алатын боламыз. Сәбізді корейше етіп ұзыншалап үккіштен өткіземіз. Одан соң қызанақ пен қиярды да ұзыншалап тураймыз. Достар, егерде менің осы видеомды пайдалы деп тапсаңыздар, онда өздеріңіздің достарыңызбен, құрбыларыңызбен төмендегі поделиться батырмасын басу арқылы бөлісіңіздер. Менің видеомның таралуына өз үлесіңізді қосып жіберіңіз. Бұл салатты үлкен-кіші де өте жақсы жейді. Сондықтан да кем дегенде 1 ай көлемінде үйде дайындап отырсаңыздар болады. Өте дәмді салат. Және де дайындалуы да өте оңай. Бір жасағаннан-ақ сәтті шығатын рецепттердің бірі. Барлығын турап алдық. Фунчуза лапшасы дайын. Фунчуза лапшасын да арас бөліп жіберуді ұмытпаңыздар. Одан соң фунчузаға арналған дәмдеуіштер, сойы барлығын қосып жақсылап араластырамыз. Аздап тұз салып жібердім. Одан соң пісіп тұрған етімізді қосып, және де уксустан жарты қасықтай қосып жібереміз. Жарты шай қасықтай болу керек. Одан көп қосып жібермеңіздер. Мінекей барлығын жақсылап араластырып алдық. Достар, біздің салатымыз дайын болды. Енді дастарханымызға ұсына берсеңіздер болады. Құрамында майонез болмағандықтан 2-3 көлемінде тоңазтқышқа сақтап жей беруіңізге болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді салат. Достар, мен сіздерді каналымда күтемін. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.